Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 23 сентябрь 2023 жыл. Мен сиздерге Жолмайсев Көкжардан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Молдокулов көчөсүнүн жээгинде турам. Ориентирде туугандар, бул жердеги Молдокулов Шокун көчөсүнүн кесилишин алсаңыздар болот. Ошол жерден түштүк катарда катарда биринчи эле көчө. Бул Шапат көчөсү болуп калат. Шапак көчөсү. Шапак көчөсүнөн бир аз эле чыгышты карай аласыздар. Оң тарапта Шапак көчөсү 17-үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Анан бул жерден шаардын бурч бурчуна жүргөн маршруткалар бар. Түз чыксаңыздар Ахунбаева көчөсү, бул жагында Алматинка көчөлөрү туугандар. Мына ушундай. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип бир чекеден берейин. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийге жазып туруңуздар. Мына туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар дарек. Көкжар, Жолмайсев Көкжар, Шапак көчөсү 17-үй болуп калат. Жана айткандай ориентир Молдокулов жана Шокун көчөсүнүн кесилишине алсаңыздар болот туугандар. Так, андан ары эми бир чекеден калган маалыматты берейин. Жердин аянты туугандар жалпысынан 4,5 соток. Эң эле түндүк чыгарандакы бул жерден түштүк чыгарасынакы бул забор бүткөн жерге чейин. Көчө тараптан автоматический пульт менен ачылып чыгылган дарбазасы, көрүп турсаңыздар забор, тышкы тараптан травертин кылынган. Бул жакта көмүрканасы и анан дагы жакшы жери туугандар, природный газ бар. Үйгө киргизилген. Отопление котелу деле газовый котел туугандар, центральный канализация бар экен. Суу, электр энергиясы бар. Мектеп садиктер боюнча айтсак, бул жерде жакын жерде гос садик, гос мектеп бар туугандар. Маркеттер, глобус жана башка маркеттеринде бар экен. А бул үйүздүн короосу. Жердин аянты жана айткандай 4,5 соток. Жана бул жакта туугандар 310 квадрат метр болгон чоң үйүбүз. Подвал деле жилой, ошол 3 этаж кошулуп 310 квадрат метр туугандар. Стенасы кирпич, сейсмопояс колоналар коюлган, этаждын ортосу плита. И тышкы тарабынан утеплителен, тышкы тарабынан травертин кылынган. Алды тарабынан көп эле машина баткандай жер. Көрүп турсаңыздар брусчаткалар, бул жагы навес и баня, склад, үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана деле центральный канализацияга кошулуптур. Бул жагында балкон, негизи кирүүчү эшик жана үйүбүз туугандар. Интернет бар экен, күзөтүү камералары бар экен туугандар. Жана бул жагында газон кылган зеленый зонанын жайы. Көпүркананын негизи кирүүчү эшик бул жакта жайгашыптыр туугандар. Тегеренте кошулган чегаралар бар. Забор кылынган жана бул жагында дарбазасы. Дагы эмне маалыматы? Күзөтүү камералары туугандар. Так, эми сиздерге биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Баняга бул жактан үйдүн ички тарабынан мындайдан киресиздер. Бул склад менен үйдүн тышкы тарабындагы ажаткананын эшиктери и от жаккан жери бул жакта туугандар. Бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп турсаңыздар темирден болгон эшик орнотулган. Документтер боюнча айтып атырмын, үйдүн техпаспорт, кызыл китеп, бардык документтери ээсинин колунда. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем дейт. Андан ары бул үйдүн кире бериши туугандар, прихожкасы, түндүк тараптан терезе, анан бул эшиктен кирсеңиздер подвалга. И бул жактан кирсеңиздер биринчи этаж жана экинчи этажга өтүп кете аласыздар. Сиздерге биринчи этажды көргөзөйүн. Андан соң подвалды көргөзүп, андан кийин экинчи этажды көргөзөм. Бул жакта мондай коридор дейбизби, ушундай бир бөлмө. Бул жерден экинчи этажга тепкичтер менен чыгып кетсеңиздер болот. Оң тарапка карай жүрсөңүздөр бөлмөлөр. Бул жакка карай жүрсөк туугандар, ажатканасы, бул жагында баня, бул ички тарабы. Көрүп турсаңыздар ремонт. Бул жерде жуунчу бөлмөсү жана ал жагында парилкасы жайгашкан туугандар. Бул банянын ички тарабы. Бул жерден үйдүн бул чыгыш тарабына өтүп кетсеңиздер болот. Бул жакта гүлдөр, тротуарлар үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Кошуна менен болгон аралыкта бир 2 метрдей жер бар экен. Андан ары бул тепкич менен экинчи этажга чыгып кетип аласыз. Кара жыгачтан болгон сапаттуу жыгачтан болгон ушундай тепкичтер. И бул жерде дагы бир кладовкасы, чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары, үйдүн короосунда деле жана бөлмөлөрүндө деле күзөтүү камералары бар экен туугандар. Бул жакта коридор, бул коридордон
қалған белгілерге оң тарапқа жүрсек, бұл жерде кухня, газ киргизилген, пол, кафель, көріп тұрғансадай ремонт, түндік тараптан чоң терезе, и теплый пол бар екен кухняда туғандар. Жаңа бұл жағында тамақтанушы бөлмесі болады екен бұл туғандар. Көріп тұрғансадай ремонт, түндік тараптан терезе туғандар. И андан ары сіздерге кейінгі бөлмені көргөзейін. Бұл жақта зал жана гостевой бөлме екен. Түштік тараптан терезе, көріп тұрғаныңыздардай ремонт, софиттер, лампочкалар, дуалдар обой, полдар ламинат туғандар. И андан ары сіздерге подвалды көргөзейін. Подвалды көргөзіп, андан соң екінші этажды көргөзейін туғандар. Так, подвалға, бұл жағымен түшөз. Көріп тұрғансыздардай ешік, жаңа тепкіштер туғандар. Бұл жерде бір бөлме, бір котел. Бұл жақта газы котел, жаңа дағы бір бөлме туғандар. Қалсаңыздар швей етсе, қатар сетесінде бөлме қатары қолданасыздар ба. Бұл жақта коридор ондай. И бұл жақта да қатардан екі бөлме жайғашқан. Отоплениянын батареялары. Көріп тұрғансыздардай ремонт. Сіздерге екінші этажды көргөзейін. Сіздерге екінші этажды көргөзейін. Туғандар бұл екінші этажға шығып кеткен тепкіштер. Жаңа айтқандай қаражығаштан сапатты қылып қалған тепкіштер екен. И шықсақ, бұл жерде холл, бұл жағы ТВ зона, түз шықсаңыздар балкон, күзету камералары, шығыш тараптан қатардан терезелер туғандар. И көріп тұрғаныңыздардай ремонт. Балконды көргөзейін, андан соң қалған бөлмелерді бір шекеден көргөзіп кетейін. Бұл балкон, бұл жерден қорғысы кенен көрінеді шығып. Жайларында чай ішіп отырған әділі соның жер екен негізінен туғандар. Так, андан ары. Бұл жақта коридор, бұл коридордан қалған бөлмелерге өтіп кете аласыз. Оң тарапта екінші этаждың санузелі, көріп тұрғансыздардай ремонт. Так, андан ары. Бұл жағында бір бөлме, бөлмелер аралық ешіктер, көріп тұрғансыздардай ешіктер орнатылған. Түштік тараптан чоң терезе, дуалдар обой. И андан ары бұл жақта қатарынан екі бөлме, балдар бөлмесі екен туғандар көстен. Батыш тараптан терезе орнатылған. Көріп тұрғаныңыздардай ремонт. И андан ары сіздерге бұл жерде екінші этаждың ақырғы бөлмесін көргөзейін. Ондай тағы бір бөлме жайғашқан. Түндік тарағынан терезе, қатарынан екі полдар ламинат. Көріп тұрғансыздардай ремонт, софиттер. Оң тұрған болса, бұл бөлмен өзінің ондай санузел ваннасы бар екен. Қорғасын ашып қалған алматтарды бір шекеден берейін. Мен Қайла Сатылы жүйдің қорғасындамын туғандар. Сіздерге андан ары. Бұл жақта склад, үйдің шықтарындағы жатқаны. Алар үйдің шықтарындағы жатқандығы центральный канализация қошылған туғандар. Дағы не алмады. Зеленый зона и көмірханасы. Бұл үйдің басы $235,000 сұрақтыр. Үйелері анандағы сөйлешу болады. Есін номері экранында және описанияда есеттел деп жазылып тұрады туғандар. Зона қол сөйлешіп көріңіздер, сөйлешулер болады. Адам достарымен, группалармен бұл видеоны сіздер бөліссеңіздер, маға бұл үй иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мен сіздермен қоштасамын. Кейінгі шашқа шейін саламатта қалыңыздар.